Ойыншық базар деген осы ма? Пожалуйста, бізге келген кісілер ойыншық әкелмей қойыңыздаршы. Міне. Бір бөлме ойыншық болып жатырмыз. Мен бәрін жуып, реттеп, ойыншық магазин ашып алуға болады. Менің кішкентай кезінде ес білгеннен, осы күнге дейін деп айтайыншы, даже мен бір куклам болмаған екен өзімніңше. Біз ана балшықтан ойнайтын жоқ қой, шөптен салат істейтін ек, балшықтан алма, құмыра істейтін жоқ қой, сөйтіп ойнайтын жоқ қой, құмнан үй істеп. Міне мыналар. Бәрінің батарейкасын алып тастаған. Кай әсіресе ауыстыра береді. Сәлем, менің қастым қаттап, үсті қалбап, бала қатпас, аяқ баспақ, гүл. Сөйлеп үйренейін деп жатыр айналайындар. Кездескенше. Сәлем, кеше. Күшті ойыншық екен мынау. Қазақшасын әрең іздеп таптым ғой, бәрі орысша. Коконтай. Сәл шашымы жүрші, әдемі көтемі жайлы деп ниеттеніп атылмыш. Аузыңа сап қоярсың. Кайдың ең жақсы көретін ойыншықтары пойыз. Мына жердегі пойыздардың бәрі Кайдікі. Одан кейін мынандай ойыншықтар айналатын, андай құрастырма, сондай. Одан кейін андай сөйлейтін, билейтін ойыншықтар Кайдікі. Раминдікі жан-жануар, короче. Кай, мамаға берші, мама ап десін. Жаным. Қызғанбайды ғой мамашынан іштен кешін. Маманың ұна деші. Ақылды болып кеткенбіз біз осындай. Жаным. Кай, бір. Қайталаймыз. Ойыншық қайдырып кетті. Үйде деген мүлде азық түлік қамаған ғой. Қалаға холодильник деген пустой. Сонымен қазір бірінші жеміс жидек көкөніс алып келдік. Қазір енді азық түлікке барамыз. Рената жүзім мен құрманы жақсы көреді. Өзім аяғым ауыр болған кезде соған жеп болып едім. Папасы жүзімді үзбей жүр үйден. Мен сияқты пысықты күндіз шаммен іздеп табамайсыздар. Қазіргінің тілмен айтқан кезде фонарикпен ғой. Мына жердің кілемдерінің бәрін алып, ана балалар деген варенье төгіп тастаған ғой. Вареньенің бәрін мынадан қырып, жуып, тазалап, ішімдегі пысық гүлім оянып кетті. Тұздалмаған еттердің бәрін тұздап, балалардың анау суы бар ма, төгілген, жағылған, шоколады, жапысқан істері бар ма, бәрін пышақпен қырып тұрып жуып жатыр мына кафелде. Қоя беріңіздер. Мына холодильникті ашып кеткен ғой балалар түнде. Оны ешкім байқамаған, мұзға тықпаған. Соны өшіріп қойып, жібітіп, холодильниктің ішін реттеп, одан морозильниктің ішін реттеп. Кайдың жақсы көретін тамағын істеп жатырмын. Үлкенім мынандай ұсақ макаронды жақсы көреді. Каюшки. Ойбай, одан ең үлкен балам бар екен ғой, Роман деген. Ол кісі бешбармақты жақсы көреді. Екіншім ортадағы. Ол мынандай тауық. Келгелі мама тауық пісір деп жүр, оған тауық пісіріп жатырмын. Өзім. Сенесіздер ма? Пысықтың ма? Дәлелдей берейін ба? Өзім мынандай чай демдеп алғам, апельсинмен. Терлеп жүріп, жұмыс істеп жатырық. Үйге қарамасақ үйіміз олақ қатын бар, салақ қатын бар, солардың үй сияқты болайын деп қыпты құрсын. Тауығымыз міне осылай болып пісті, дәмі күшті болыпты. Макаронымыз мынандай болды. Сәл қызартып қуырып жіберуге болады макаронда, бірақ енді бұл бала жетімдегі болғаннан кейін
күйдіртпейміз, қызартпаймыз, осылай дайындаймыз. Тамақ жеуге дайын, біз бір алып тұрған қайыңбыз, айналайындар, міне күтіп отыр мына жігіт тамағын. Ал бешбармақ осылай болды. Мынау қырғау деп ме, үндіктің еті. Одан кейін білесіздер, биыл бізге құдамыз соғым берген болатын, бір жылқыны бүтіндей. Мынау сол жылқының шұжығы, жылқының еті. Қаншама қонақ күттік, күнара ет асып жатырмыз, еттен қайтпай жатырмыз. Одан кейін мынау қарағандың еттерінің дәмі өте ерекше. Ал асымызға далдық, басымызға амандық берсін, бізге ас болсын. Қазанымыз оттан түспесін, азаматтарымыз аттан түспесін деп айтып, мақалдарың тамақ суып ұстанасың ба? Ваннаға түсейін деп кесем, мынау бірінші, мынау екінші, әне үшінші бәрі кеп алған ғой. Туалетке жалғыз өзі бара алмай жүрген мамалар, біз біргеміз. Балақайлар, шығыңдар. Шығыңдар. Бізге қыспа айналайындар қызықтырмайды. Шомылғымыз келе ма үстіп. Көк теңіз жасағымыз келсе, көк теңіз, жасыл теңіз жасағымыз келсе, жасыл теңіз жасап аламыз.